Ат қума қазақ халқының ұлттық ойыны. Ойынға көбінде балалар қатысады. Ұлдар көп ойнайды. Ойынды 6 бала, одан да көп балалар ойнай береді. Ойынды ойнау үшін 2 бала қарсы қарап тұрып, білектерінен білезіктіктен кезектесе ұстап, орындықша болдырады. Келесі бала қол орындыққа көзі танулы отырғызылады. Ойыншыны қолдасып көтерушілер ат құма деп белгілі жерге дейін көтеріп апарады. Бір бала ат сандық, ақ сандық дейді. Көзі байлаулы ойыншы оған көк сандық деп жауап береді. Ойыншылар аспанда не бар? Жұлдыз бар. Жерде не бар? Құндыз бар. Көлде не бар? Балық бар деседі. Қаумалаған балалар бақа-бақа балпақ, басың неге жалпақ, бұтың неге талтақ, көзің неге тостақ дегенде қолдағы бала темір телпек көп кидім, басым содан жалпақ, теуіп жауды қашырдым, бұтым содан талтақ, қарауылда көп тұрдым, көзім содан тостақ дейді. Көтеруші 2 бала, мына жерде төл бар, мына жерде ел бар, мына жерде көл бар деп көтерген баланы жерге тастап жібереді. Көтерген баланы құлатып жықса көтерушілер ұтады. Құлат алмаса көтерушілер ұтылады. Ойын осылай жалғаса береді. Алақан соқпақ. Қазақ ұлтының дәстүрлі ойындарының бірі, ауылдың жігіттері мен қыздары бас қосып бір үйге жиналады. Көбінде отау үй таңдалады. Ойыншылар жиналған соң ойынды жүргізуші біреуді тағайындайды. Ол ойыншыларды жайғастырып отырғызып болған соң, қолына жұмсақ жібектей шүберек немесе сүлгіні алып, ойнаушылардың біреуінің алдына келіп, алақаныңды тос деп бұйырады. Әрине, ойын шарты бойынша ол алақанын тоса қояды. Сол кезде ойын жүргізуші оның алақанына сүлгімен тартып, соғып, сүлгі қайда деп сұрайды. Алақаны соғылған жігіт бір ән немесе бір би, болмаса бір өнер көрсетіп, келесі біреуді нұсқап, сүлгі сонда немесе анау қызда, анау жігітте деп өзінен жалтарып, ойынды басқа біреуге аударады. Ойын бастаушы нұсқалған ойыншыға барып сүлгі соғады. Осылай ойын жалғаса береді. Бұл ойын арқылы өнерлі қыз бен жігіттерді тануға, таңдап алуға себебі тиетін ойын.